Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге Бонафив пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен еректен өткізілген ұнымызға разрыхлителімізді, қантымызды қосып араластырамыз. Рецепттің мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Енді ұнға жұмыртқамызды, майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Холодильникке тұндыруға 15-20 минут көлемінде қоятын боламыз. Сосын формамызға салып, шанышқының көмегімен тестаны міндетті түрде тесіп шығуымыз керек. Сосын 160-170 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді кремін дайындау үшін 300 грамм сливкиге 70 грамм қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен крем жасап шығамыз. Бананды турап дайындап аламыз. Пісіп, суып тұрған кожымызға 2 қасық вареный сгущенканы жағып, асықпай, оның бетіне банандарды дізіп шығамыз. Сосын кремді ақырындап өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орналастырсаңыздар болады. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Холодильникке айтпақшы міндетті түрде біраз уақытқа қойыңыздар. 2 сағат көлемінде кремі сіңуі үшін ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.